Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге жасалу жолы өте оңай, небәрі бір жұмыртқадан миксерсіз дайындалатын кекстің рецептісімен бөлісемін. Жұп-жұмсақ, дәмі өте ерекше, керемет болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды шағып аламыз. Одан соң үстіне қантымызды саламыз. Оның үстіне сұйық майымызды, содан соң сүтімізді құйып аламыз. Сүтімізді құйып болған соң, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде асықпай жақсылап араластырып алыңыздар. Шекері бір келкі еруі қажет, астында үйіліп қалмауы қажет. Жақсылап араластырып болғанымыздан соң, енді ұнымызды саламыз үстінен. Ол үшін ұнымызға бірінші бір шай қасық қопсытқышымызды, яғни разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып аламызды. Енді електің көмегімен елеп салып отырамыз. Бөліп салу қажет емес, ұнның барлығын бірден салып, електен елеп жіберсеңіздер болады, өткізіп жіберсеңіздер. Енді венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап тоқтатпай араластырып алыңыздар, аласа болып қалмауы керек, және де ұнымыз арасында түйіршіктеніп жүрмеуі қажет. Тоқтатпай жақсылап араластырсаңыздар, өте керемет болып шығады. Мінекей өздеріңіз видеода көріп тұрғандай әдемі болып, қамыры біркелкі болып шықты. Енді печкамызды осы арада 170 градусқа қыздырып қоямыз. Енді кекстіміздің формасына осылай құямыз. Бір қасық массамыздан құямыз, ортасына мен вареная сгущенка салдым, бір қасық. Енді үстінен және массамыздан бір қасық құямыз. Осылайша барлығын бірде құйып аламыз, табамызға жайғастырамыз. Менде 12 штук кекстің формасы бар, 12 штукқа құйып бір дегенде пісіріп алдым. Менде бірақ негізі кекс 16 штук шықты. Осылай бір қасықтан құятын болсаңыздар, сіздерде де солай шығады. Енді барлығын құйып болған соң печкаға жіберемізді, пісіріп аламыз. Мінекей барлығы қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар рахмет. Мен сіздермен әлі талай керемет рецептермен бөлісетін боламын. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.